Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында керемет лепешкалар жасап үйренеміз. Ол үшін алдын ала ашытылған қамырымызды осылай 150 грамнан таразыға салып бөліп аламыз. Мен алдын ала қамыр ашытып дайындап қойдым. Оның рецептісімен алдағы уақытта бөлісетін боламын. Қамырларымызды 150 грамнан бөліп, тапамызға салып 15 минут тынығуға қойып қоямыз. 15 минутта көтеріліп, әдемі формаға келіп шығады. Содан соң бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып, бетіне жағуға дайындап аламыз. 15 минут өткеннен кейін осылай дөңгелекшелер жасап, бетін осылай саусақпен басып, және вилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Осылай қолымызбен бірінші дөңгелекше жасап, одан кейін вилканың көмегімен орталарын тесіп шығамыз. Осылай формаға келтіріп алған соң, жаңағы жұмыртқамызды бетіне жағып, 180 градус пешімізде 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.